Сәлем оқушы. Бүгін зат есімді өтеміз. Зат есім кім? Не? Кімдер? Нелер? Деген сұраққа жауап беріп, заттың атын білдіретін сөз табы. Мағынасына қарай жалпы, жалқы болып бөлінеді. Жалпы есім мысалы, парта кіші әріппен жазылатын жалпы есімдер. Жалпы есімге бас әріппен жазылатын зат есімдер жатады. Мысалы, қарағанда. Деректі зат есімге, яғни қолмен ұстап көзбен көретін зат есімдер жатады. Мысалы, гүл. Дерексіз зат есім мысалы ауа қолмен ұстап көре алмаймыз. Тұлғасына қарай негізгі, туынды болып бөлінеді. Негізгі ән түбірден жасалады. Туынды зат есім түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, әнші. Құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұратын зат есім. Мысалы, балалық. Күрделі зат есім екі немесе одан да көп түбірден жасалады. Мысалы, белбеу. Сау бол, оқушы.